Жүректегі мұз. Мені қолдап, маған тіркеліп кетіңіздер. 1000 подписчикке жетуіме көмектесіңіздер. Ал мен сіздерге жүректегі мұз сериясының барлық бөлімдерін қазақша озвучкасымен шығарып беремін. Жүректегі мұз 34 сериясы бар. Барлығы отырысқа жиналады. Нухқа кенеттен адамдары звондап, таксині жатып кетті дейді. Нух ашуланады. Сәмет, Жихан, Хикмет, бұл сенің ісің бе дейді. Бәрі-бәрімен қатты ұрсысады. Сумру Сәметке сен істедің бе дейді. Таксин машинадан оңай шығады. Нух пен Жихан оқиға орнына келеді. Нух Жиханды қуып жібереді. Жихан Мелекке келеді. Екеуі таксинге алаңдап отырады. Азап пен Хикмет үйіне келіп жатады. Сенің әжеңді қуып жүремін дейді. Арсат ашуланады. Оқиға орнына Сумру да келеді. Таксинді орман ішінен аралап тауып алады. Оны ауруханаға жеткізеді. Барлығы ауруханаға келеді. Сәметтің үйі. Нихаят ханым Сәметтен бұл сенің ісің бе дейді. Бұл үйде менің ісімен сіз айналысатын болғансыз ба дейді. Нихаят, бұл таксинің үйі, бұл сенің үйің емес дейді. Бұл үйде мені қалмайсың дейді. Жихан ауруханаға келеді. Нух ашта ашуланады. Ауруханаға Бенямин мен Жананда келеді. Дәрігер шығады. Бәрі Тасим мырзаның қолында дейді. Хикметтің артынан Жихан аңдиды. Хикмет енді ойын басалды дейді. Нух адамдарына кім істегенін табындар дейді. Хикмет ханым Нихал ханыммен танысады. Ол Сумрудың бұрынғы бастығына келді. Және артынан Жихан да кіріп келеді. Хикмет, бұл менің құрбым дейді. Демек, бұны сен істемеген екенсің ғой деп. Жихан кетіп қалады. Хикмет Нихалға, сенің күйеуің қайда? Сен күйеуіңді іздеп арыздан. Бұл сенің күйеуіңді өлтіріп кеткен дейді. Сумру немесе Таксин мырза өлтіріп кетті дейді. Нух Жансаландар үйіне келеді. Қару атып, барлығы судан қорқып қалады. Бірақ Жихан шоп Нухқа есіңді жиы, бұл біздің ісіміз емес деп қайтарады. Полиция бөлімі Сивилай тұрғанда Назым келіп кездесіп қалады. Нух келіп артынша ашуланды. Мен саған бұл қызын қастан көрінбе дедім ғой деп ашуланады. Нух Назымды ұрып жібереді. Сивилай жылап кетіп қалады. Аурухана бөлімі Таксин есін жияды. Сәмет Таксинді өлтіруге заказ берген адаммен сөйлесіп тұрады. Сол кезде Жихан көріп қояды. Ол әкесіне ашуланады. Сумрудың магазині. Никал магазин бұрынғы иесінің егесінің әйелі. Нихал күйеуін іздеп келеді. Әрі журналистерін алып келеді. Ол айтады. Бұл менің күйеуімді өлтірді. Мен күйеуімді таба алмай жатырмын дейді. Бірақ журналистер сіздің дәлелің жоқ деп кетіп қалады. Хикмет ханым. Нихал ханым айтады. Сіздің маған тәтеңіз айтты. Хикмет айтты. Күйеуіңді тап. Бұл Сумрудың ісі, оны өлтіріп кетті деп сол кісі айтты дейді. Ал Сумру оны Нухқа келіп айтады. Таксин ауруханадан шығады. Жансаландар әулеті. Барлығы сол басында Сәмет пен Нихаят Хикмет ханымға тиіседі. Үйден кет деп айтады. Хикмет, бұл үйде мен екі немерем үшін жүрмін дейді. Таксин больницадан үйіне шығады. Үйіне келеді. Жихан Эсма мен інісін әкеліп жатады. Мен сенің туам дейінше Асатқа үйленуіне көмектесемін дейді. Жихан неге келіп Асат пен Эсмадан сұрайды. Асат ашуланады. Сендер үйленесіңдер деп айқайлайды Жихан. Ал Асат, бұл баланы алдырып таста, мен саған көп ақша беремін дейді. Асат барлығына әкесіне, Хикмет ханымға Эсманың екі қабат екенін айтады. Ал Хикмет пен әкесі аборт жасатсын, біз оған көп ақша береміз деп айтады. Нихаят ханым Сумруды Эсмамен сөйлесуге алып келеді. Баласын әлі әке болуға дайын емес екенін айтады. Солай аборт істетуге көндіреді. Жихан мен Мелек кездеседі. Сумру мен Нихаят ханым Эсманың баласын алдыруға дәрігерге келеді. Таксиннің үйіне полициялар келеді тексеруге. Жансаландар әулеті. Таксин үйді босатыңдар деп Сәметке айтады. Сол кезде Сумру Таксинге звондап қалады. Таксин, біздің үйге полициялар келді. Олар труп табылды осы үйден деп қолдарында қағазымен тексеруге үйге келді дейді. Сол кезде Сәмет үйіне қарай келеді. Полициялар трупты табады.